Яғни ол сол малдың арасында жүргесін мал болып кеткен да, тәрбиесі. Сондықтан ол әкесі деген, ағасы, үлкен кіші деген нәрсе ол кісіде жоқ болып өседі. Міне қазіргі жастарды өсуіне себепкер болғандар бірінші орында ата-аналар. Ата-аналар. Енді дейік, жарайды, үлкендерін қоя бердім дейді, әлі келмей қалды, 30-40-тан 50-ден асып кетті балаларым десеңіз, онда сол кісілерге, аталарға, әжелерге айтқым келетіні, еш болмағанда әліңіз келетіндерді бұрып қалыңызшы, немерелеріңізді. Олар жас шыбық. Соларды еш болмағанда ақыры басында әліңіз келмей тұрып соларды өткізіп алдыңыз балаларды, енді әліңіз келмейді. Онда әліңіз келетін ана кішкентай сәбилер жаныңызда ата, әже деп осы сіздің исіңізді искеп құшақтап өскен кішкентайларыңызды жақсылыққа қарай алып келіп, мешітке қарай алып келіп, мына имам деген мына кісі болады, о кісінің сөздерін тыңда, істеген ісіне қарап, көңіл бөл, әдебін үйрен деп жақсылыққа қарай тартыңыз. Міне, мүмкін сол жасаған күнәңіздің жууын мына өскен кішкентай сәби перзентіңіз жуып кетер иншалла. Бірақ біле біліңіз, қиямет күні атадан бала қашатын, баладан атана қашатын, ағадан іні, ініден басқалар қашатын, ағайын туыстар қашатын күнде сол балаларыңыз мойныңыздан алмасын. Ей әке, ана, сен маған дінді үйретпедің, сен маған Алланың бар екендігін, бір екендігін үйретпедің, ғибадат қылу өміріміздің мән екенін үйретпедің, енді менімен бірге дозаққа жүр деп сізді тартқыламасын деңіз. Сол нәрседен тәубе өтіңізге тура келеді. Дәл сол сияқты көршіңізге де, ағайын туысыңыз, бауырларыңызға да дін хабарын жеткізу, бұл сіздің мойындағыңыз нәрсе.